Siz үшін отбасы деген не? Отбасы деген жақын адамдардың, туысты адамдардың бір-біріне жақсы араласып, жақсы қарым-қатынаста болып, қолдау көрсетіп, жанашырлықпен, сүйіспеншілікпен бір-бірін араласатын, қатынасатын адамдар. Арасындағы ең маңызды құндылықтар. Бірінші сенім, бір-біріне құрмет, жанашырлық обязательно. И бір-бірін поддержка, сүйіспеншілік. Aqli дәстүрлер қандай? Құдай қаласа қыздарымыз кәмелеттік жасқа толып, қыз ұзатамыз. Ер балдарымыз ер жеткен кезінде келін түсіреміз. Және біз отбасымызда әр бала шағамыздың өзіміздің туылған күндерімізді атап өтеміз. Қазіргі жас отбасыларға мен айтар едім, бір-біріңе қамқор болыңыздар, отбасыларыңызға көңіл бөліңіздер, және бір-бірлеріңізге түсіністікпен қараңыздар. Қазіргі заманда отбасы құндылықтары өзгерді ме? Иә, қазіргі құндылықтар өзгерді, бірақ отбасы бірлігі маңызды сол қалпында.